Баршаларыңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен дүкендерде сатып алып жүрген косинакидің жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Бар жоғы 10 минутта дайындалатын болады. Жасалу жолы өте оңай. Егер менің парақшам пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Қажет заттарды граммдарын төменде жазып қалдыратын боламын. Ал ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен осылай күнжітімізді алып, пергамент қағазының үстіне барлығын төсеп, осылай қолмен жайып шығатын боламыз. Және қызып тұрған 180 градус пешімізге 5 минут салып қызартып алатын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға асты жабыспайтын қантымызды салып аламыз. Оттың астын ең жоғары жылдамдыққа қоямыз. Қантымыз ергенше, осылай қантымыз янтарный түске еніп бастағанда үстінен сары майымызды салатын боламыз. Асты жабыспас үшін және дәм беру үшін сары майымызды қосатын боламыз. Мен осылай 50 грамм сары май салдым. Майымыз ерісімен оттың астын өшіріп тастаймыз және алдын ала дайын болған жаңа қызартып алған күнжітімізді салатын боламыз. Осылай 1 минут араластырамыз. Осы уақыт аралығында біздің пергамент қағазымыз төселіп дайын тұруы қажет. Осылай қорып дайын болған күнжітімізді пергамент қағазының үстіне қасықтың көмегімен осылай салып шығатын боламыз. Және осылай барлығын салып болған соң бір-біріне беттестіріп, үстінен оқтаумен осылай жайып шығатын боламыз. Екі бетін осылай жайып аламыз. Одан соң ақырын ғана үстін пышақпен осылай бетіне кеспейміз, ақырын ғана осылай узор салып шығатын боламыз. Осылай 5 минутқа морозильникке қалдырамыз. 5 минуттың ішінде дайын болатын болады. Мінекей 5 минуттан кейін морозильниктен ашып қарадық. Алдын ала узор салып алғандықтан бөліну өте оңай болатын болады. Дәмі деген өте керемет. Дүкендегіден де өте керемет болып шығады екен. Дүкендегінің әрине құрамын білмейміз. Бұл таза, пайдалы, құнарлы, тәтті болып саналады екен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер менің осы рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған талшын. Келесі видеода жүздескенше, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.